үшін адам өмірінің қауіпсіздігі мен тыныштығы басты назарда. Ал сол тыныштық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету ішкі істер органдарының полиция қызметкерлеріне жүктеледі. Толып жатқан талаптардың үдесінен шығуға баса назар аударатын тәртіп сақшылар қызметінің жүгі ауыр екені баршамызға мәлім дүние. Армысыздар көрермен, эфирде сақшымен сырласу бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта құқық қорғау саласында қылмыстың ізін суытпай ашуда мінсіз қызмет атқарып келе жатқан нөмірі 1 қалалық полиция бөлімінің тергеу бөлімшесінің бастығы, полиция капитаны Айбек Маратұлы Нәсиев сауалыңызға жауап беру үшін арнайы келіп отырған жайы бар. Қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыз ба? Айбек Маратұлы, сізге қояр алғашқы сұрағым, жалпы қызығы мен шыжығы қатар жүретін ішкі істер органдарына қызметке келуге сізге не түрткі болды? Ең алғашқы еңбек жолыңызды неден бастадыңыз? Жалпы құқық қорғау органдары саласына негізінде кішкентай кезімнен бері арман болды, өзінің осы жұмысқа кіріп сондай жерде жұмыс жасайтын. Бірақ енді нақты осы полиция қызметіне, ішкі істер органдарының қызметіне бағана әкем болды, осы жұмысқа кіргізуге, бағана оқуға түсіруге түрткі. Сөйтіп 2011 жылы мен Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің Алматы академиясына оқуға түстім. Сол жерде 4 жыл білім алып, одан кейін оқуымды аяқтаған соң осы Атырау қаласының полиция басқармасының тергеу бөлімшесіне тергеуші лауазымына тағайындалдым. Сол жерде өзімнің мен ең бірінші алғашқы осы жұмысымды бастап, сол жерде тергеу саласында тәжірибе жинап, сол жерде әртүрлі бағытта қылмыстық істер тергеп, сөйтіп жеке тұлғаларға қарсы қылмыстық істерді тергеу бөлімінің тергеуші лауазымына тағайындалып, сол жерде жұмыс атқарып, одан кейін осы басшылық құрамның ұсынысымен қазіргі уақытта өзім отырған лауазыма 2020 жылы, яғни Атырау қаласы полиция басқармасының нөмір 1 қалалық полиция бөлімінің тергеу бөлімшесінің бастығы лауазымына тағайындалып, сол жерде жұмыс атқарудамын. Жауабыңызға көп рахмет, Айбек Маратұлы. Жалпы тергеу саласында қызмет ету жан-жақтылықты және үнемі ізденісті талап етеді. Осы саладағы сіз ерекше үлгі ететін тәлімгелеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Енді бастапқыда полиция басқармасының қабырғасында жұмыс жасаған кезде ең бірінші өз жерде тәлімгерім болып Рысқалиев Манарбек дейтін тергеуші болды. Манарбектен бірталай тәжірибе жинадық. Ол кісі енді тергеудің бағытын үйретті. Бағандай қылмыскерлермен қалай сөйлесу керек, жалпы қылмыстық істерді қалай тергелу керектігін, жедел тергеу тобында қандай қызмет атқаратынымызды жөнінде сондай жұмыстар үйреткен болатын. Содан енді полиция басқармасынан полиция департаментінің тергеу басқармасына ауыстық. Ол жерде енді өзімнің бастығым ретінде сол жерде жеке тұлғаларға қарсы қылмыстар тергеу бөлімінің бастығы Тлешев Айбек Айдарбекович болды. Содан сол кісіден сол жерде аса ауыр қылмыстарды, адам өлтіру қылмыстарын, одан да енді Атырау қаласының аумағында болып жатырған резонансты қылмыстарды тергеп, сол жерде ол кісінің бағыт-бағдарымен үлкен тәжірибе алдық. Ол кісілерге енді алғысым шексіз, сол кісілерге енді алғыс білдіремін. Жауабыңызға рахмет, Айбек Маратұлы. Жалпы тергеушінің тегеурені мықты болу керек дейді. Осы орайда сіз жаңадан тергеу саласына аяқ басқан жас қызметкерлерге қандай өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісесіз? Енді мына жаңадан келіп жатырған тергеушілерге айтарым, енді осы тергеу саласының жұмысы енді қиын әрі қызықты болып кетті. Сол себепті осы тергеуге қызметке келіп жатырған кезде ол заңнаманы, сондай-ақ қылмыстық құқық, криминалистика саласындағы білімі мол болғаны қажет. Сондай-ақ біздер енді әртүрлі тұлғалармен сөйлесеміз, әртүрлі тұлғалармен жұмыс жасаймыз, допрос аламыз дегендей сияқты. Сондай тұрғыда тергеушіге негізінде жалпы психолог болу керек деп есептеймін өзім. Сондай айтарым бар. Өте керемет, жауабыңызға көп рахмет, Айбек Маратұлы. Жалпы бала тәрбиесі отбасынан бастау алады. Қазіргі таңда сіз 3 перзентті тәрбиелеп отырған ардақты әкесіз. Осы орайда сіз үшін бала тәрбиесінде ең басты құндылық не болып табылады? Енді бала тәрбиесінде жалпы балаларының адамгершілігі болғанын, тәртіпті болғанын, сондай осы отанға деген сүйіспеншіліктері мол болғанын қалаймын. Қазір уақытта осы үлкен ұлымды бассейнге су жүзуіне жаттықтыруға беріп, сол жақта шұғылдандырамын. Қыздарымды бағандай ортаншы қызымды биге берем. Сөйтіп енді үйде енді бос уақытының барлықтарын солармен өткізіп, солардың тәрбиесімен айналсам. Өте керемет, Айбек Маратұлы. Жалпы сіз бос уақытыңызда неме айналысқанды жақсы көресіз? Естуімше сіз бала кезіңізден спортқа үйір болып, талай жетістіктің биік шыңдарын бағындырғансыз. Осы орайда сіздің өмірлік ұстаныңыз бен ерекше хоббиіңіз туралы айтып өтсеңіз.
Жалпы енді кішкентай кезімнен әртүрлі үйірмелерге қатыстым. Соның ішінде енді айта кетерлік жағдай, 2016-2020 жылы аралығында мен осы Атырау қаласындағы Қайсар Muay Thai спорт клубына қатыстым. Сол жерде жаттыққан болатын. Ол жерде енді менің жаттықтырушым Айбат Рахман дейтін кісі болды. Ол кезден енді ол кісі спорттан бөлек өзінің психологиялық тұрғыда, адами тұрғыда өзінің берген тәрбиелері мол. Соның арқасында осындай енді сол кісінің арқасында, ал біріншіден Алланың арқасында, әке-шешем арқасында енді осындай үлкен тәжірибе алып жатырмық. Енді осы өмірлік ұстаным дейтін, енді осы салауатты өмір салтын сүру деп санаймын енді өзім. Айбек Маратұлы, толымды әрі мардымды берген жауаптарыңыз үшін көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізге алтын уақытын арнап келіп отырған ішкі істер органдар саласының үздік қызметкері полиция капитаны Айбек Маратұлы Насиевке ерекше алғысымызды білдіреміз. Осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эфирге дейін жүздескенше аман, сау болыңыз. Сау болыңыздар.